Үйлеріңізде ет қалмағанда дәл осы тағамды жасап көріңіздер. Еттен де дәмді болып шығады. 2 пиала гречкамызды жақсылап сумен жуып алып, үстінен суды құйып қайнатып тұрып пісіріп алатын боламыз. Піскен гречкелерді бөлек ыдысқа салып алып, бір пиязымызды ортасынан бөліп, пачақ-пачағын шарп майдалап турайтын боламыз. Бір сәбізімізді жалаңаш етіп ашытып алып, теркадан шыңғыртып тұрып өткізіп аламыз. Табамызға майымызды құйып жіберіп, жаңағы майдаланған пияздарымызды қуырып алатын боламыз. Қуырған пиязымыздың үстінен сәбізімізді саламыз. Сәбізді салғаннан кейін барып өлтіртіп тұрып қуыратын боламыз. Яғни өлтіртудің мағынасын түсінген боларсыздар. Гречкамыздың үстінен жұмыртқамызды салып блендермен езіп аламыз. Үйлеріңізде қандай приправа бар, соның бәрін қосып шығатын боласыздар. Барлығын қосып болғаннан кейін жаңа дайындап алған сәбіздерімізді салып, кішкене су құйып жіберіп, қолмен аямай мыжғылаймыз. Ол үшін барлығы бірігу керек. Чеснокты ұмытып баратыр екен. Чеснокты жақсылап езіп тұрып, майдалап қосқан дұрыс, өте керемет дәм береді. Чеснок қосқаннан кейін қайтадан тағы бір араластырып алатын боламыз. Енді қолымызды кішкене сулап жіберіп, құрттан сәл үлкендеу домалақ етіп, осылай тура видеодағыдай етіп жасап шығасыздар. Майымызды табаға құйып, мен осындай кәрістің ұнтағын араластырдым. Сіздер ұнға араластырып қуырсаңыздар болады, өте керемет болып шығады. Әсіресе ет жемейтін диетадағы адамдарға керемет мүмкіндік. В общем айтқанда, котлет қой, былайша айтқанда жасап көріңіздер. Достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.